Бүгінгі видеода біз балық аулайтын екі жерге барамыз. Біріншісі Нұра өзені, ал екіншісі сазан аулап жүрген Жүкей көлі. Бірінші жерде біз танк машинасына реклама түсіріп балық аулаймыз. Екінші көлде сазан балығын аулап көп адам білмейтін көктал атты тамақты жасап көреміз. Видеоның соңына дейін қараймыз, алда нағыз экшн. Айтпақшы, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаймыз. Опа, әдемі. Кетті паровозик. Әдемі кетті баратыр. Азыңа ма телефонда? Оп, дома. Ал ағайын, степқа келдік. Мынау алдындары біздің келген жер. Мынандай палатканы құрып қойдық. Палатканың ішіне вайпты көрсетейін да. Мына палатка, короче, кеңген базар жоқ. Азыға жатты уже. Заттардың бәрін кіргізіп тастадық. Мына жерге мен жатамын қазір. Ассалаумағалейкум ағайын. Ал, біз ұйқыдан тұрдық. Мынандай вайппен завтрак жасап алдық, короче. Жұмыртқаны ат дұшы қордық. Қазір уже заттардың бәрін реттеп, қайықты үрлеп қойдық. Қанекта соседтер кетіп барадыр. Ал біз балық қашамыз. Жағадан 4 малек ұстап алдық. Міне. Қазір енді 4 штук плавунға осыларды қоямыз. Осындай судаққа қойып қоямыз қазір. Сосын қалған үйден мынандай кукуруз алып келдім. Бұл бізде уже сазанға кетеді. Сазанның аппетиті мош қой міне. Ой, міне. Бәрі дайын тұр, жымиық бәрі. Палатканың вайбы осылай тұр ғой. Тест-драйв 300 танк Майкар Астана. 1 жыл бұрын тура осы жерде мінеге судағы ресторан деп видео түсірдік. Ол кезде қайық емес, енді баяғы өзіміздің калибримен шығып тұрық. Қазір плавундарды қойып кетеміз. Болды. Барлық плавундарды тастап болдық мінеге. Ау, судақтікі баклашка. Ойбай, баклашкалар мынау сазандікі. Судақтікі бағана пенопласттар ғой. Кезекті донкаларды тастайтын уақыт келді. Мінекей. Майлекпен қазір ана жерде ямаға судаққа тастаймыз. Мынаяқта екіншісі бар. 2 сағаттан кейін бағанағы плавундарды тексереміз. Қазір сағат бізде 9, 11-ге таман барып бір қараймыз. Үстінен кукуруз сеуіп, қайттан басынан нормальных кетеміз. Танктың рекламасын түсірейін жадырық. Қазір мына жерден шаңдатып қойып ұшып өтеді. Соны кадр аламыз. Шашлықтың да уақыты кеп қойған сияқты. Қазір мангалды жағып, машинаны былай қойып қойдық, желге қарсы. Ал, кеттік. Уголь дайын, далада жел, соның арқасында өте тез қызды прям. Жандырып тұр ғой, ё-майо. Ой, иісі әдем. Отыр, давай. Окунь. Шығып бітті. Керек емес еді. Бізге ас болсын.
осындай тамақпен мынандай природада айдала степ қой. Шабақ жоқ. Карась па не білем. Бар бірдеңе. Есть. Салмаймыз ба жүгір? Полная размотка. О, лещ. Давай, цепляй. Что-то хорошее здесь. Астанадан Майкардың екінші машинасы келді. Хавал H5 тест-драйв тоже. Была съемочная группа. На танкқа әдемі видео түсіреміз. Уже съемка басталды. Давай. Ох, есть там. Смотри, как таскает. Ё-моё, подтащил. Давай, вперед. Железно сидит тут. Ставлю. Делай. О, қазан бар ма? Есть он. Мелкий, блин. Бер ал. Есть он. Килограмм. Это не окон, а глубине он. Судак. Жива? Бізде поклевка. Живецкий судак түсті. Әдемі, короче, жұт жүрген. Мінекей бәрі келді. Плавундарды тексеріп жатыр қал. Окунь. Плавундарды жинап жүр, что-то тишина. Мынау енді соңғы 6 ауылма қалды. Қазір балық түсе көрсетем, сонымен жиналамыз. Мынада что-то бар сияқты. Эй, судак. Красавчик судак. Палатка бәрін жинап тастап мінекей. Кетіп барадық. Рахмет Нұраға. Балық бермегенде, но пойдет. Мына кадр четко кетті. Келдік Жүкейге. Қазір
заттардың барлығын шығарамыз. Құмға түстік мінекей. Дала деген тып-тынық, Асеке уже бастап кетті заттарын. Ал, көрейік. Бізде обстановка былай. Кораблик Камарат. Қазір мінекей батарейкасын салам. Яқта Камараттың комплектісінде жүрген осындай Тослон деген TF500 деген модель эхолот. Мінекей қармақтардың бәрі дайын тұр. Бізде бірінші насадка келген. Рена Бейтстің 20-лық бойлы клубникасы. Екіншісіне 3 тигровый орех. Үшіншісіне 3 штук кукуруз и үстінде поп-ап клубника. Үйден мынандай кукурузды күшті қылып қойдым. Қазір осыны қолданамыз. Жартысын Асеке салып кетті. Қазір оны да қармақтарын көрсетем. Біз палаткаға жайғастық. Алдыңғы жолы балықта манты жеткенді, бұл жолы пельмен. Пельмен қойып жатырмын, уже су қайнат, астын басып қойдым. Қазір пісіп қалып бұйыртса бір қайық. Мында менің қайығым. Раскладушкада жатырық. Сушняк, ящик бәрі бар. Мына жақта уже оң жақта Асекенікі, сол жақта менікі. Бізге Берик фирмасынан мынандай раскладушка келді. Палаткасын қолданып жүрмін, бірақ осы раскладушканы осы бір қолданайын деп едім. Берик мощный раскладушка жасайды екен. Мынау еще биік. Үстіне спальный төсеп жібердім. Мощный Берик, красавчик қой. Если что, ссылкасын қалдырып кетем осы раскладушканың. Мынау біздің кухня. Мынау сумка, термосумка. Үйде еще оның 3 аккумулятор бар. 3 жанына салып қоясын, мұз болып тұрады. Мынау бізде Logic Card деген. Оппо, астын басайық. Уже қайнады уже. Кішкене ашып қоямыз. Астын сәл басып қойық. Сәл басып қойық. О, болды осылайынан. Қазір пісіп қалады 15 минутта. Мынаның ішінде продукт анау, мынау тамақтар. Оппа, Джиги! Бізде паровоз кеттік Асеке. Оппа, әдемі. Кетті паровозик. Паровозик әдемі кетті тұратыр. Жақсы. Келді. О, нормально. Оп, дома. Болды. Айттым ғой 2 кило цеттен ғой. Ал, тосын. 2 кило. Көге? Ровно айттым ба 2 кило ғана цеттердім ғой. Бәрекелі. Қызылың зор екен. Немене білемін оғы? Павлин ба? Мынау. Мына чайкалар ма? Жоқ. Үйрік. Жоқ. Утқа дейін десем де келмейді. В общем, комментария жаза салыңдар өздерің. Кәдімгідей спокойно жүр ғой. Біздің жақта балық аулап жатырық. Вайп деген. Өте тамаша енді. Йо-майо. Әдем. Жаңа балықтан айырылмағанда. Оппа. Сосеттер не дейді сосеттер? Сосеттер. Ай, іштеңе демеді сосеттер. Алдыңғы видеоның комментариясына жазып кеткен адамдар бар. Снастарын қандай толық айтып жіберсең, соларға бір айтып жіберейін. Мынау міне. Бізде Ресейдегі достарымыздың жіберген Nautilus K10 деген осындай удилище. Лақтырсаң да болады, завод жасасаң да болады, әдем. Ода тұрған бізде осы тоже Nautilus'ның Epica Carp 8000 деген осындай катушкалар бар. Так, 0.26, по-моему, қателеспесем, лескі тұр менде. Сигнализаторларда. Мына ротпотты бізге Алматыда Masterfish берген магазин бар өзі. Астанада да бар. Міне осындай снастар. Егер қызық болып жатса, онда міндетті түрде ссылкаларын осы видеоның описаниясына қалдырып кетемін. Описанияны ашып қарасаңдар, менің қайығым бар ғой, жаңа Камарат. Соның да ссылкасы болады. Біз қолданып жүрген Армитектің жіберген фонариктары бар, олар да удилище, катушка барлығын, короче, қалдырып кетемін, ссылкасын көрсеңдер болады. Барлығын перезакид жасап енді
Palatkada отырық. Жаңа бір 3 жігіт келіп кетті. Аяқта машинамен батып қапты, короче, қазір барамыз оған. Мына жақта балықтың тамағы қандай, біздің тамақ мынандай ғой, короче. Мына жақта жұмыртқа асылып отыр. Ева. Шыққауыз зорға. Жоқ ет жүкей. Нормальный жер ғой. Трос қысқарып қалды, жоқ, май айтып зор кететін еді. Сіздер видеоны ұзақ тұр, 48 сағатта неғып 10 минут қып шығарасың деп ренжисіңдер. Не көрсең, короче, обедтен бері дым поклевка ештеңе жоқ. Кешкешін жаттық, ұйықтадық, енді міне күн ысып, суға түсіп шықтық. Кешкі вайбы осындай болып тұр. Мына жақта тамақ істедік. Қазір кваспен ұрып аламыз. Мощный тамақ. Міне лепешка алып келдім, ауылдан свежий қып. Ал бізге ас болсын, кім осы видеоны тамақ жеп көріп отыр, сіздерге де ас болсын жеге. Көптен күткен осындай сигнал келіп жатыр, паровоз. Тағы да поклевка. Жоқ, кішкентай екен, самай қой. Ана зеркальный ғой. Сол үшін ғой бой киіп отқан. Паровоз. Қайырлы таң болған ғой. Давай, йо. Әдем. Жақындап қалды. Суға кіреміз ал. Бәрекелді, міне пісті. Әдем.